Сатубаева Альмира Наукешевна. Енді көп бала анамын. 6 балам бар. Біреу уже 26-да, сосын 5-еуі школда оқиды. Қатты аурумен ауыр қалдым, онкологиямен 20 жылда. Сонда үйсіз болдым. Өзім меншік үйім жоқ. Временно арендный жильеда тұрғанбыз. 17 жылда тоже акимнің берген, бірақ та временно болған. Сосын со баладармен кішкентай комната болды. Сабақ істейтін орын болған жоқ, еще өзім ауырдым. Бірінші этаж суық болды. Сонда өтінішпен аким, қаланың акиміне жақсылық Омарға жеке меншікке кездесіп барғам. 6 жыл, где-то 7 жыл тұрдық очередьте. Квартира берді, мынандай просторный 3 комнаталы квартира. Балаларға каждый комнатадар бар, баладар довольны. Өзімді уже настроением көтеріліп, кішкене сол ауырымды уже ойламайым. Уже как настроение есть, о будущем думаю уже. Расположение хорошее, район хороший тоже. Рядом школа, к остановке недалеко. Қазір уже условия басқа, и баладар уже настроениесі басқа, и уже даже сабақтары жақсы оқитын болыпты. Спасибо, у нас осталось просторный, и теперь у нас есть своя комната. У нас наконец-то стал балкон. Диагноз злокачественное образование. Вначале доброкачественный деген, сосын 2 операция өтті, сосын 4 химиотерапия, лучевой терапия өттім. Жалғыз бастымын. Сол баладар көтерем деп түні бойы жұмыс істеген. Баладар сол үйде отырды. И содан ойден болды кішкене. Сол қазірден бастап тоже инвалидность бар, но бірақ та тұрақты жұмысым жоқ менде. А так отырмаймын жұмыссыз, допустим, подработка бірдеме болса, соған барам, даже если қазір ауырып тұрсам да, потому что күн көру керек как-то. Аллах шүкір, қазір состояние хорошее, но вот благодаря вот все-таки жилье, все-таки большое значение имеет. Хотела спасибо выразить большое акиму города Жақсылық Омару за такую поддержку в трудный момент.